Қанжыдаға келетін болсақ, енді кеше мен жалпы өзіме келетін болсақ, ойындағыдай өткен жоқ, шыны керек. Қобалжу болды, қатты қобалжу болды. Бірінші рет осындай сахнада өнер көрсетіп тұрмын. Ол да әсер етті деп ойлаймын мен. Енді жоғары бал алғандарға сәттілік тілеймін. Нұржан, Нұрсұлтан, Ғалымжан, бақтарын шаба берсін тек. Соңына дейін осы темптен жоғалта алмайық. Сол айтар. Сіз жігіттерге тілек тілеп кеттіңіз, өзіңізге де бір жақсы сөз айтып қойсаңызшы. Жоқ, мен просто кешегі жағдай болса айтып жатырмын, кешегі алған ұпайлары бойынша балдарға сәттілік тілеп енді. Бірақ одан сіз берілмеңіз, алда қаншама? Алда да, әлі көп спорт бар, енді спортта мен өзіме сеніп тұрмын бұл жерде. Көріп тұрсыз ба, сондықтан бәрі өзгеруі мүмкін. Нұрсұлтан басқасына мен шан жұқтырғым келмейді. Бүгінгі сайыс білімнен де ондай қатты немеспін. Так что алда уақытта көреміз. Сіз берілмеңіз, сіз беріліп қояды екенсіз алдын ала. Сіз мотивация беріп тұраса Балауса ханым, өз-өзіне келдік дәл қазір. Шан жұқтырмаймын деп. Енді бұйырса Балауса ханым, бап шабама, бақ шабама, ертең бұйырса спортта да көретін боламыз. Енді дене бітімге қарап та сынауға болмайды етіп, негізі адамның бойын деген сияқты. Тима, естіп тұрсың ба? Сол Балауса ханым сәттілік. Аблайхан. Қайырлы күн Балауса ханым. Негізі морально біраз жігіттер сынған осы еді. Кешегі қойылымдардан кейін соны айтқым келеді. Негізінде жігіттер сырттай білдірмесе де іштей негізі сынып жатыр. Енді сөйлесе келе біліп жатырмыз да. Жігіттер сынбаңдар. Жаңа Балауса ханым айтқандай, халықтың қолдауы бар әлі дегендей, мен өзім де Алла бұйырса қалған сайыстарды алам деп ойлаймын. Сол үшін халқыма рахмет, дауыс беріңіздер. Енді бәрібір де жігіттің мықтысы ұтады бәрібір де. Сол себепті уайымдамаңыздар. Мықты, ес мықты. Жақсы, құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнамадан кейін өзге де жігіттердің ойын, пікірін тыңдайтын боламыз. Арамызда бір кикілжіңдер, ұрыстар барлығы көбейіп кетті. Балалығы басылмаған ерке қыздап, Қыз баланың енді реніші жиналып қалғанын көріп тұрмыз. Сендерге жұптығы ауыр тартқанға ұқсайды. Бұрынғы бір қызбен түскен фоткасын көріп қойған едім. Аделя таңдауына қапалы ма? Ара қатынастарыңыз сол аға қарындас болып қалады сияқты. Сәлден кейін қосылайық жобасында. құрметті көрермен, жарнамадан оралдық және бірден өздеріңізге арналған сыйлықты айта кетейін. Бұл құрметті көрермен Қосылайық бренді ұсынған керемет жамылғы жастық. Дәл осы бір жамылғы жастықты ұтып алу үшін эфир барысында көрсетілген 5 белгіні арнайы посттың астына жазып қалдырасыздар. Алғашқы белгі бізде Айжанның қолында. Айжан, айта қойыңыз. Құрбы. Бұл өмірде құрбы жоқ. Құрбым ол менің анам. Жақсы, енді біз жаңа жігіттерді тыңдап жатыр едік. Сол Балауса ханым, кеш қайырлы... Ойбай. Қайырлы күн, қалайсыздар? Енді кешегі сайыс өте қызық өтті. Өзіме ұнады, өзімнің выступлением өзіме ойымдағыдай шықты деп айта аламын. Өзім жаңғырдан таныдым. Өзінің жеке аурасы, вайфы болды. Енді жігіттерге сәттілік, өзіме жеңістілік, өзіме неге сенімді болып отырмын. Қалған сайыстарда да бір жоғары балдан көрінер дейтін ойда. Сол. Жақсы. Ғалымжан. Қайырлы күн Балауса ханым, қалайсыз? Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Кеше жақсы өтті негізі. Но мен қатты ренжулімін. Кімге десеңіздер, әрине өзіме деген сияқты ғой. Мен жақсы дайындалдым, бірақ шығатын кезде кішкене арасына өзім қобалжып қалдым. Бұндай сахнаны көрмеген адамыз ғой. Біз біраз болды мектеп кезінде бір 3-ші класста, 4-ші класста бір көрген шығармыз. Сол кезде одан кейін қаншама жыл өтті дегендей. Бұндай нәрсе мен үшін кішкене ауыр болды, бірақ некірді кішкене детальдер жетіспеді, но алып шықтым деп ойлаймын, өз ойым. Бірақ кішкене болсын өзіме ренжулімін, бәріне ренжімеймін, бәрі өзім қолымда болды жерде, өзім кінәм болды. Айтарым сіздерге, қолдаушыларға, мен кеше таң қалдым, қолдаушыларым көп екен, мен сіздерге үлкен рахмет. До конца әлі бір аптадай болады ғой, енді алдағы уақытта көреміз енді. Құдай қаласа, енді ары қарай өз өнерімізді, жаңағыдай білімізді, спорт дейді ғой, қолымыздан келгенше көрсетуге дайынмын. Жігіттерге айтарым, тек қана дайындық, жақсы дайындалыңыздар, сәттілік тілеймін.
Жігіттер, бірақ енді кейбір кем кетіктер өздеріңізге байқалған болуы мүмкін, бірақ ол бір көрерменге кейде байқалмауы да мүмкін. Сондықтан іштей жей бермеңіздер өздеріңізді. Осы жерде былай болды екен, мына жерде айтпай қалдым, ойымдағыдай шықпай қалды. Әрине түсінемін, адам өзіне толықтай көңілі толып тұрған кезде құрыдым деген білдіреді дейді ғой. Сондықтан өздеріңізден сын іздеудің де бір шегі болады, себебі одан бір қайта өздеріңіз сынып қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан қатты уайымға салынбаңыздар. Бекзат, қалайсыз? Микрофонды алыңыз. Сіз сәл сырқаттанып қалған сияқтысыз. Иә, негізі бәрі жақсы, керемет. Күшті барлығы. Жігіттердің бәріне молодец, сәттілік тілеймін. Кеше өздерін күшті көрсетті. Ал өзіңіз жайлы? Ал менде бәрі жақсы, керемет. Өзіңіздің өнер жаңағы таныстырғаныңызға байланысты не айтасыз? Мүмкін мен өз-өзіме қатты сеніп қойған шығармын деп ойлаймын. Өз-өзіме көп алып қойдым,ошым айтқанда. Негізі ше. Өз-өзіме көп алып қойдым, және де өзімнің ойымдағы опайлар шықпады, және де өзімнің ойымдағыдай қатты өз-өзімді көрсете алмадым деп ойлаймын. Сондықтан жаңағыдай өз-өзімнен көріп отырмын барлығын ше. Мүмкін мен өзімді ашпаған шығарым деген сияқты айтпесем, мен барлығы жақсы. Алдағы уақытта бұйырса. Бірақ білесіз ғой, сіз жарысқа бірінші рет қатысып тұрған жоқсыз, сондықтан бәрі алда екен, бәрінің өзгеруі мүмкін екенін есіңізде сақтаңыз, ұстаңыз. Ал жігіттер, бір айтайын деп отырмын. Мен Балауса ханым, Бекзат енді кешегі қазылар алқасының бағасынан кейін сәл көңіл күй түсіп қалғаны бар. Негізі барлығы қатысушылар да көріп отыр ғой, Бекзат негізі бір жүрекке жететіндей бір сондай бір қойылым көрсетті деп ойлаймын да. Вот, допустим, негізі алда сайыстар көп. Балауса ханым, Бекзатқа мойыма дегім келеді, тек қана болды. Иә, Балауса ханым, баршаларыңызға қайырлы. Нұрдәулет, қайырлы. Енді кеше жігіттердің өнерлерін көрдік. Енді неқта күтпеген жағдайлар болып кетті ғой. Мүлдем ол жігіттен күтпеген нәрселерді өз-өздерін ашып, максимально басқа қырларынан таныдым десем болады бір турдың өзінде, кешегі таныстырудың өзінде. Енді жігіттерге айтқым келеді, Балауса ханым, ол кешегі нәрсе әлі ештеңкені шешпейді. Кешегі нәрсе ол болды қалды, алдыда әлі сайыстар сіздерде өте көп. Сол себепті сынбаңдар, ертең әлі соңына дейін әлі көптеген өзгерістер болады. Соңында қалып келатқандар бүгін-ақ алдыға шығып кетуі мүмкін да. Сол себепті сынбаңдар, жаңағыдай өзіме қатты сенімді болып қойдым ойым деп жатсың ғой, Бекзат. Өзіңе сенімді болған дұрыс, әлі де сенімді бол, өзіңе бұйыртса бүгін ертең тағда өзгерістер көптеген болады. Сіз енді кеше сіздің ойыңызды барлық уақытта бірдей тыңдай беру мүмкін болған жоқ, уақыт жетпеді, бірақ қалай ойлайсыз, кімнің таныстыруы сізге ерекше ұнады? Негіз Балауса ханым, расымен де мен ерекше орнымнан тұрып, Саддәулет те мен де орнымнан тұрып шапалақ ұрған ол Нұржан. Өте вообще күшті болды негізінде ше. Енді барлық жігіттердікі мықты болды. Енді ерекше болғаннан кейін ба Нұржандікі өте қандай бір өтімдірек болды деп айталам да. Бұрын соңды болмаған формат. Бұрын соңды мүлдем болмаған формат өз шықты, ешқандай реквизитсіз, өзінің бар болмысымен өзін көрсетті ғой айтқан кезде ше. Ешқандай алып қосқан жоқ, өз шықты, еркін осында отырып апта пікірлерін айтады ғой. Тура сол сияқты да шықты да, ішін жанып тұрып сөйледі, болды сонымен. Өзінікін алып кетті. Лайықты негізі, одан үлкен нәрселерге лайықты деп айталам. Өткенде мен бір рет айтып қалып едім ғой, Нұржан мен Ақерке ортада отқанда, сен егер финалға баратын болсаң, саған ханзадалықты мен бере салам. Не үшін десең, сен өзгересің, мысты боласың, Ақеркеге кейін сөзің жүретін болады деген сияқты. Сол жағынан өзгеріс байқап жатырмын негізі кешеден бері Нұржаннан. Өзі де таныстыруында айтып қалды ғой. Маған ханзада болғаннан кейін өзгеріс болатын шығар. Мен ханзада болсам, мен барлығын бағындыратын шығармын деген сияқты. Чото мен аузым дуалы сияқты. Тағы да бір-екі рет айтып жіберем ғой дейме? Егер Нұржан менімен финалға барып жатсаң, өзім берем саған ханзадалықты. Жақсы, Ернар. Балауса ханым, қайырлы күн, баршаңызға ассалаумағалейкум. Негізі барлық жігіттердің өнері негізі сен түрмен атайын болды. Негізі барлығында бір өзіндік бір бере алатын, бір өмірлік бір тауқыметтерді көрсете алды деп ойлаймын. Сондықтан менің өзіме жүрегіме қатты жақын болып тиген, именно әсер берген, ол ананың тақырыбына келген кезде енді барлық жігіттер де қыздар да бір сыздап кетеміз ғой. Сол тараптан Нұрсұлтан мен Бекзатқа бір өзім шынымен бас иіп, өздерінің қолын алған болатын шынымен де. Және де арнайы бір Нұреке құрдасымда Нұржан өте керемет, өзінің стилінде, өзінің вайпында тым саспай өте керемет өнер көрсетіп шықты. Бірақ каждый жігіттің өзіндік бір берер ойы болды деп ойлаймын, сондықтан барлық жігіттерге тек қана сәттілік. Балауса ханым, негізі кеше барлық біздің ер азаматтарымыздың өнерлерін тамашалап көрдік қой. Мен ойлаймын, енді қанша дайындалғанымен ортаға шыққан кезде мына жерде қандай бар, өздерін солай көрсете алды деп ойлаймын. Алып қосар
әңгімемде айта кететін болсам, барлығы трагедиядан келе жатты да, и Нұржан шықты, барлығымыз күлдік, одан кейін барып Ғалымжанның бір сол моменттен кейін кіргені бір қатты аурасын сезіне алмадық та, бірақ айтқым келеді, сынбасын деп ешқайсысы да керемет барлық көрініс болды. Иә, Балсағам, сол Бека мен Шерханға арнайы сәттілік тілегім келеді. Именно жігіттер, Бекаңда кішкене сәл көңіл күй түсіп қалған бар. Бека бауырым, мойыма, сен мықтысың, және де Шерханға да сәттілік тілеймін бауырым. Алдағы уақыттағы сендерге сайыстарда жоғары балды еншілеуді Құдай жазсын деп тілеймін. Бірақ Ернар, мүмкін сіздермен ортада сөйлесерміз. Сіздердің қарым-қатынастарыңыз не болып жатыр дегендей. Келіңіздер. Қалайсыздар? Екеуіңізге қарасам бір көңіл күй жоқ сияқты. Жоқ, Балсахан, барлығы жақсы. Қайырлы күн, өте әдемі болып тұрсыз. Қайырлы күн, қатысушылар. Иә, сіздерде кездесу болып жүр ма? Иә, кездесу болып жүр негізі. Иә. Енді әзірге дайындап жатыр екен, бірақ сіздердің неге бір көңіл күйлеріңіз жоқ секілді ме? Әлде жаңағы жеке мәселелер дегенге байланысты ма екен? Жоқ, негізі көңіл күй керемет, Балсағам, жақсы. Просто сәл бір енді эфирдің бастапқы аурасына кіріп кеткендеймін ба, өзім соған сәл тұңғиыққа батып кеткенім бар. Бірақ негізі барлық Құдайға шүкір, жақсы, бір қалыпты, байыпты жүріп жатқан жайы бар. Кездесуді көріп алайық ендеше. Жақсы. Әдеттегідей деп айтсам да болады, романтикаға толы кездесулер. Бірақ енді өткен жолы соңғы эфирде сіздер бір өздеріңіздің жеке бастарыңыздағы мәселелердің болып жатқанын айтқан едіңіздер. Жалпы өздеріңіздің қарым-қатынас қалай болып жатыр, және де енді негізі сіз кеше Ханзадаға қатыспаймын деген кезде неге олай деп ойлап қалдық, себебі сіз бір қатысып, осы жерде өзіңізді көрсеткеніңіз жақсы еді деп ойлап едік. Иә, сол өзімде де сәл кішкене іштегі бір руханиятым кішкене сәл тоқырап қалғаны бар. Оның алдында сол дүйсенбі күннен бастағам негізі. Өзім арнайы жақын жандармен, өзім өнердегі енді кішігірім бауырларым бар. Солардың бір сызба нұсқасымен жаңелдегі жазып бастағанбыз. Өзім команданы дайындап деген сияқты соның барлығын. Енді кейбір сәттерде біз қалаған нәрселер бола бермейді. Сол кезде бір жұма күні мен запись жазып жатқан кезде бағанағы дайындап, сондай бір-екі жаңалықтар естігеннен кейін дереу арада мен үйге қайту керек болдым. Қарындасымның жағдайына байланысты. Одан кейін әкем де мен Ақтау қаласына кеткен болатын. Бір туысқандарымыздың бір мәселелерімен. Содан кейін өзім енді үйдің үлкені болғаннан кейін сол жақта бас көз болып, бағана қарындасымның жанында болып, анамның қасында болып, сондай бір сәттерде жанынан табылу керек болдым. Сенбі, жексенбі күнгі осы жақтағы дайындықтарға келе алмаған себебім де сол. Ол редакция алқасынан да енді сіздерді бір подвать етіп қойсам, кешірім сұрайын деп айттым, алдыларынан бір өткенім бар. Сондай сәттер болды. Енді сол сәттерде бір Адаляға үлкен рахметімді айтам. Шынымен де сондай бір сәттерде демеуін беріп, кеше күннің өзінде де, басқа күннің өзінде де кәдімгідей қасымнан табылып, бір-бірімізге әйтеуір сезімдерімізді ашық айтып, іштегі сұрақтарды ашық айтып деген сияқты. Я, алдында мәселелер болды Балсахан. Соны біз жұма күні сәл түсінбей қалдық қой, енді түсінбестік сәттер болғаннан кейін мен бірден записьқа кетіп қалғам, студияға кетіп қалғам. Сол жақта енді бағанағы жаңалық бар, анау бар, барлығы қарбаласып тұрды. Бірақ енді сағат 9-дардың шамасында екеуміз шынымен ашық отырып сөйлесіп алдық. Бұл нәрсе жалпы екеумізге керек па? Алдағы уақытта қай жағына өзгереміз? Алдағы уақытта бізде барлығы бола ма? Деген сияқты сәттерді ішіміздегі сұрақтардың барлығын ашып, бұл кісінің кейбір жабылмай жүрген сұрақ болып жүрген нәрселеріне мен жауап бердім. Бұл кісілердің сұрақтарына жауап алдым деген сияқты солай ашып сөйлесіп алғанымыз бар. Аделя? Иә, Балауса ханым, негізі кездесулер барлығы болып жатады. Алдында айтып кеткендей, әрбір кездесуде бір-бірімізді жаңа қырымыздан танимыз, тұлға ретінде аша білеміз. Енді жұма күні шынымен де бір бұл кісі айтты ма, записке кетіп бара жатырмын деп, сол кезде я жарайды, хорошо дегем, сөйтіп бұл кісі кетіп қалған, бірақ көңіл күйіміз түсіп екі жаққа кеткен болатынбыз. Себебі бұл кісінің өзінде үй жағдаймен проблемалар болып жатыр дегендей.
бірақ сол күнге дейін, сол моментке дейін мен алдыңға айттым ғой, ортаға шығып ішімдегінің барлығын жібере алмадым. Балауса ханым, бір болады ғой, ойға шомылып кетесің, барлығы бір-бірін басып кетеді. Мә, егер болашақта былай болып қалсашы, мен өзімді былай сезініп қалсамшы, жылап қалсамшы деген менде ойлар маза бермей қойған болатын. Одан кейін сол күні мен Перизатпен бірге тамақтануға барған болатынбыз. Тамақтанып отырдық, сосын мен айттым, мә, ертең сенбі жексенбі мен жүре алмаймын бұлай депші, ойымдағы мәселелерді шешіп алу керекпін дедім. Сөйтіп, осы кісімен хабарласып сөйлесіп, біз жаққа қарай келген болатын. Сол жерде отырып, сөйлесіп, қалай бізге жалпы керек па деген шынымен де сұрақтар болды арамызда. Және де мен бұл кісіге талқыладық, енді отырып, Балауса ханым, біраз талқыладық, шай ішіп отырып, сосын мен айттым. Ернар деп айттым, егер де үйленгеннен кейін сіз әйел адамыңызға қандай қарым-қатынас көрсетесіз, соны маған қазірден көрсетіңізші дедім. Мен білейінші, чтобы я была уверена в вас деп айттым да, сізге бір сенімділігім одан сайын жоғары болсыншы, осы мәселелердің барлығын үйстіп жояйықшы дедім. Сөйтіп сол кезде бұл кісінің бір келіскені бар. Қалай айтсам болады, осылай біз ашық сөйлесу арқылы жаңа бір сатыға өткен секілдіміз. Жаңа деңгей дейсіз. Негізінде айтады ғой, шынымен де адам сөйлескен сайын ашыла береді бір-біріне, бірін-бірі түсінісе береді, үндемей қалып, екеуіңіз екі жақта томсырайып, ішімдегіні біліп ал деп жүргеннен одан бір дамымайды қарым-қатынас. Иә, сол кезде жұма күні енді жұмтықтамыз ғой енді. Жұмтықта болғаннан кейін Бодаш, мен кетіп бара жатырмын, записке кетіп бара жатырмын. Аман сен жетіп ал, не істейін деп жатсың қазір? Мен босағаннан кейін хабарласам дедім да. Жақсы, хорошо деген сияқты жауап болды да, мен түсінбей қалдым. Не болып қалды, айта қойшы маған деген сияқты сұрадым. Сол кезде енді бір-бірімізге андай қатты бүйтіп ашыла салмадық. Екеумізде де сұрақ белгісі болып қалып қойды. Одан жақсы, мен де онда қатты бір сұрақпен мазаламай қойыншы, эфирден де шаршаған болар. Енді 6:30 болды сағат. Бәлкім бір тамақтанып болғаннан кейін сөйлесеміз деп ойладық, бірақ барғаннан кейін ішіндегі сұрақ болып жүрген мәселелердің барлығын ашып айтты. Мен де айттым жалпы. Соның барысында білмеймін, қазіргі таңда менде өте күшті бір сезімдер болып жүріп, өзім тарапынан бағанағы жеңілдеп, одан әрмен шабыт аласың ғой, Балауса ханым. Мен ара қатынасып жүрген кезде мен өзім қатты шабыттанатын дүниелер бар. Сол нәрселерден шабыт алып, жаңа ойларым келіп, жаңа идеялар келіп, сондай бір креативке толып жүргенім бар негізі соңғы кездер. Иә, негізі барлығы жақсы деп жатсыздар, бірақ бір мен естіген дүние бар. Тіпті Ернар, сіз жобадан кетемін деген сияқты сөздер айтып қалғаныңыз бар екен. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін нақты осы жайлы айтып берсеңіз. Енді осы орайда Ернарға айтқым келетіні, енді сен қазіргі таңда қандай амал жасап жатырсың? Отбасыңның қасында көбірек болуға тырысып жатырсың ба? Негізінде өзіңнің жартың осы жерде бар. Мана өзің сөзінде де айтып қалдың, жобадан шықсам деген сияқты сөздер өзің тарапынан болған екен. Енді бәлкім соны іс жүзінде жасасаң қалай болады? Көбірек отбасыңның қасында болып, мұнда өзіңнің жартыңа қарай кішкене үміткер болып келсең. Иә, ол тарапта ойландым. Негізі ол тарапты да жасауға болады, Балауса ханым. Ол бір-екі күнде бәлкім шешіліп қалар деген сияқты ғой мәселемен. Қатты мен ойбай отырам деген сияқты бір осы жерде отырым керек деген сияқты мәселе емес. Енді адайланып таптым. Екеуміздің ортамыздағы сезімдерге сенім бар деген сияқты нәрселер ғой енді. Бірақ енді ер азаматтың мойнында қыларқан шірімейді. Мен алдыңғы апта көңілді жүрген болатын болсам, бәлкім осы апта маған сәл 1-2 күнде кішкене бір ойланып, сәл байсалдырақ жүру керек болып тұрған жайттер бар. Енді оның себептерінің бірі ол әрине отбасы. Мен отбасымда кішкене осындай бір сәттер болып жатқан кезде қатты бір налайте навайпе жүре алмаймын. Бірақ енді ол өтпелі кезең. Ол дүниеден мен осы уақытқа дейін де өтіп келе жатырмын. Сондықтан да оны бір қатты бетіп ойланып, көңіл күйімнің 100% болмайды дегеніне мен ондайға жол бермеймін деп ойлаймын. Сондықтан алдағы уақытта барлығы бір орнына түседі, оның барлығына амалын жасап жатырмын, ісім жасап жатырмын, ол жаққа да көңілімді бөліп жатырмын деген сияқты. Кейбір кезде кешіп қалатын сәттерінде сол бағанағы жұмыстардың барлығын реттеп, жандарында болып, редакцияға бір ауыз ескертіп, сөйтіп жүргенім бар, бірақ алдағы уақытта барлығы бір орнына түседі деген өзім ойым бар. Енді ол жағынан кішігірім қазір дәрістерге барып жүрмін. Бағанағы жазылған нелерім бар, өзі соларды оқып, қарап, зерттеп, өз-өзімен кішкене айналысып жүрсем, қайттан
барлығы жақсы болады деген сияқты ғой. Аделя, сіз бұған қалай қарайсыз? Үміткер болып сырттан келсе, Ернар жаныңызда, күнделікті қасыңызда отырмаса. Не дейсіз, Аделя? Маған шыны керек Балауса ханым, біз бұны былай талқылап бүйткен жоқпыз. Жай үшін бүйтіп айтты да, сөйтіп жауып қоя салғанбыз. Бірақ білмеймін, бұл кісі мен енді осы жерде күніге бірге отырып, тамақ ішіп, ары бері жүргеннен кейін әрине білмеймін. Негізінде осы Егер арақатынас. өзі солай дұрыс деп шешсе, может быть, солай дұрыс шығар. Балауса ханым, осы Иә, жерде енді айта кетейін аяқтасын. Негізінде осы жерде дәл осындай дүние керек сияқты да. Аделяның тарапынан Ернарға күнде көріп, күнде вниманиясын алып үйреніп қалды да бұл кісі. Ертеңгі күндері болашақта дәл қазір болып жатқан сәттердің өзінде сенің тарапыңа қатты көңіл бөле алмай қалып жататын сәттерде сен қатты ренжіп қалуы мүмкін да. Сол үшін де сырттан Ернар үміткер болып келсе, кішкене ара қашықтықты сезінсеңдер дұрысырақ болатын сияқты. Иә, Балауса ханым дұрыс қой. Ернарға енді менде сұрағым болып тұр да, осы жерде. Ернар енді отбасылық жағдай деп айтып жатсың, иә, анау деп айтып жатсың. Қазір Ханзаданың аптасы басталды, иә. Мен ойлаймын, енді Ернар бәрімізде негізі проблема бар. Осы жерде Ханзаданың тоже дәл сондай проблемалар бар, бірақ бұл ондай орта емес деп ойлаймын. Проблеманы айту, анау айту, мынау айту. Жаңадай сен дәріске барып атсың, оқып атсың, сыртта жұмыстарың өте көп негізі Ернар, иә. Мен ойлаймын, енді осы жерде соның бәрін ысырып қойып, бірден бір Ханзаданың бір болатыны сен Ернар сенен көбінесе үміт күтті осы жерде бар ғой, халық күтті, көрермендерің. Мне кажется, уже Ернарда осы жерде уже сыйластық қалмаған сияқты, өзінің көрермен не деген бар ғой, уже андай бей жай қарайтын сияқты. Ернар, если сенің проблемаң сыртта шешілмесе, уже Аделяға да көңілің қатты берілмей жүрсе, мен ойлаймын, осы жерде уже орныңды тапсырып кеткенің дұрыс деп ойлаймын. Мынандай нәрсе ғой енді, ол адам баласы негізі өзінің басына бір іс түспейінше, сол бір жолмен өтпейінше, ол сезінбейді ол дүниені. Ол дүниенің қаншалықты құнды екенін, ол дүниенің сәл басқа нәрсе болады екен ғой. Адам баласының жүрегіне бір кілт етіп бір кірбең түскен сәттерінде ойланады да оны. Абылай бапылдап сөйлей берген кезде, ол әрине жеңіл. Ол ең үлкен жұмыс, ең үлкен оңай жұмыс Балауса ханым, біреуге ақыл айту да. Сен пока өзің сезінбейінше ол дүниені сен сезбейсің. Ал біреуге айта салу әрине оңай Балауса ханым. Бірақ мен айтпаймын, бұл жігіттердің барлығында проблема бар. Мен өз проблемамды ойбай мен аяңыздаршы, ойбай мен бүйтіңіздерші деп айтып жатқан жоқпын. Тікелей сұрақ қойылды, не болып жатыр? Шынайы бағдарламада шынайы не болып жатқан дүниемді айтып жатырмын. Бұл тараптағы қарым-қатынасым ешқашанда өзгермеген. Менің Аделяға деген сезімдерім суып жатыр. Мен оны естімей жатырмын деген тарап менің аузымнан шыққан жоқ Айжан ханым. Сондықтан да, иә, мен айтып жатырмын ғой, ол дүниені ойланып жатырмын. Мен қатты бір ой деп отқан жоқпын. Ол алдағы уақытта шешіледі, редакциямен ақылдасам, бәлкім солай болуы да мүмкін. Я Балауса ханым, мен жауап бере салайын Ернарға. Негізінде жаңа проблема деп айтып жатыр ғой, осы жерде бәрімізде бар, иә. Именно осы менің Балауса ханым проблема бар ғой, тоже бастан асады. Осы кешегі демалыста бір күнім жолға, бір күнім үйіме арнадым да, ешкімге білдіртпей, понедельник күні осы жерде отырдым. Никогда мен не пропускала и ешкімге мен айтпаған проблема жайлы ше, қыз баласы бола тұра. Ернар, сен бәріне үлгеретін жігітсің, негізінде айтқым келеді. Ол ондай проблема дәл отбасына жағдайға байланысты, дәл сондай проблема менде де болып жатыр. Аша болармын. Ол ешкім бізге кепілдік бере алмайды. Біз болашақта осыны жасаймыз, біз істейміз деп алып барып айта алмаймыз. Бірақ біз қазір сезімдерімізге берікпіз ба? Біз бір-бірімізді сезіне аламыз ба? Жақсы көреміз ба? Біз қадамдарымызды жасаймыз болашаққа қарай. Бірақ айта алмаймыз, біз болашақта өйстіп кетеміз, бүйтіп кетеміз деп. Себебі оны бір Алла шешеді. Біз ешнәрсе деп айта алмаймыз. Менің сезімімді патса мнение қоятын, мен ойлаймын, сізде ешқандай да бір дәлел, факт, видео ондай жоқ. Сондықтан да Аделя, сенің сезімдерің бір ондай шынайы емес сияқты, сен де бір ойнатып жүрген сияқтысың деп үйтіп болжап олай керек емес. Мен болжағым келмейді, бірақ осы сөзімді еске алыңыздаршы. Егер дәл сондай ситуация болып жатса, сендердің таныстарың. Енді Шерхан, сен де алдыңғы дәл сенің тарапыңнан тоқтайтынына көзім жетіп отыр. Бірақ енді Ақботамен алдында сен де бұрынғы әйелмен қарым-қатынасың болды, иә? Кім кепіл, мысалы, сендердің ажыраспайтындарыңа деген кезде де сендер осы жерде ортада отырып неше түрлі әңгіме айтқансыңдар. Мен ойлаймын, енді сен де білген жоқсың, ажырасып, сендердің орталарыңда бала болатын. Біз де алдында болашақта, яғни не боларын білмейміз. Сондықтан да сіз қазір менің сөзімді запомните, ертең келген кезде ондай керек емес. Жай ғана өзіңіздің пікіріңізді айтыңыз, болды. Мені көзіме болжап отырсыз уже. Дұрыс айтасың. Мен
өте келсем, негізі болашақ болжай алмаймын. Просто менің қазіргі көзіммен көріп тұрғаным сенің тарапыңнан шынайылық жоқ. Жақсы сезіп тұрған жоқсыз ғой. Көріп тұрмын просто. Балсахан, мына жерде мен Айданаға жауап беріп өткім келеді. Айдана, жаңа сен айтып жатсың ғой, Ернарды тұрақсыз деген сияқты соған келтіріп жатсың. Өйткені алдыңғы сезонда ол саған үміт беріп, сені соңына дейін апара алмай қалғаны, мүмкін сенде қызғанушылық сезім болып тұрған шығар. Бірақ мына жерде барлықтарын мойындайсыздар деп ойлаймын. Себебі Аделя мен Ернардың арасындағы сезім шынайы. Осы жерде барлықтарыңыздың арасында ең достойный жұп деп осыларды қабылдауға болады да. Одан кейін мен Айжанға айтқым келіп отыр да. Айжан, сен айтып жатсың, Ернарды мына жерде проблемасын айтып отыр деп. Сен өз қара басыңды мүмкін алып жүрудің проблемасын ойлап жатқан шығарсың, бірақ Ернар отбасын ойлап жатыр. Толық отбасының ответственностьін алып отырғаннан кейін оны өзіңмен салыстырмай ақ қой деп айтқым келеді. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнамадан кейін нақты білеміз, Ернар үміткер болып келе ме, әлде екеуі бірге кете ме жобадан. Барлығын жарнамадан кейін білеміз. Жобада жаңа бейне. Қатысушы қатары толықпақ. Үйленіп, үй болам деп келді ме? Әлде өкі тағып ұзатылғысы келе ме? Жанары жұмбақ жанкы. Сәлденге қосылайық жобасында. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық, және де белгіні жазып алыңыздар. Белгі Нұрдәулеттің қолында. Микрофон берсеңіздерші. Жолдас. Жолдасым, үстем болсын мерейің. Жақсы. Балсахан. Иә. Айдана. Жауап бере кетейінші, иә. Шолпан айтып жатыр ғой. Мен ойлаймын, енді қатысушы ретінде ортада отырған қатысушыларға пікірімді айта аламын деп. Пікір айтсам, ол бір сезімі бар деген сөз деп ойламаймын. Сондықтан да Шолпан бір ескі жараның аузын тырнаудың қажеті жоқ. Және де енді менің айтып отырғаным, жалпы екі қатысушы ортада отырғаннан кейін, осы жобада болғаннан кейін ғана бұл таныстығы жалғасып жатқан болар. Егер біреуі үміткер болып кетсе, мүмкін бұл таныстық тоқтап қалар деген өзімнің жеке пікірімді айтып жатырмын. Өйткені бұған дейін де ондай жағдайларды өте көп көргенбіз. Сондықтан да ештеңеге жаңа Адель айтып жатыр ғой, не жоқ деп. Гарантия жоқ деп. Сол сияқты бұл таныстықтың да ары қарай жалғасатынына ешқандай гарантия. Балсаханым, мен просто всегда андай ойлап жүруді негізі өзім ұстанам да. Адам баласы, сен мейлінше жаман дүниені ойлай берсең, сен жаман нәрсе жұғысқыш болады ол нәрсе. Жаныңа жақындай береді да, жаман дүниені ойлай берсең, сол бір негативқа бата берсең, сен кіріп кетесің. Өмір қысқа да, жайдары өмір сүріп, сондай жақсы нәрселерді ойлап жүрген сайын, Аллах пейіліңе, көңіліңе беретін сияқты. Мен сосын сезон деп жатыр, басқасы деп жатыр. Мен сені жақсы көрем деп айтпағам қыз баласына. Мен бұл жанға айталам. Мен сені жақсы көрем жаным деп. Өйткені бұл қыз маған шынайы, көркем бейнеде ұнайды. Қылығы, тәрбиесі, маған деген сыйластығы. Осы жақтағы барлық қыздардан ең ерекше, маған деген өзіме, көзіме оттай басылатын, ыстық басылатын Аделя. Сол араласып бастаған сәттен бастап, шынымен Балсахан, мен ондай сезімдерді сезінбегенмен біраз болғаннан кейін, мен шынымен айтылам, бұл жан мен өте қатты ұнатам Балсахан. Әрбір көңіл күйі маған қатты маңызды. Мен шынымен өзімді қоярға жер таппай кетем, когда біз бір сұрақ болып қалады ғой, не болып жатыр екен деп, өз-өзіммен ізденіп, қай жерде қателестім. Ой, тура тұрып, өзімді андай қуасың ба деп, андай сөйтіп жаман беймазданып кетем ше. Балсахан, мына жерде Айданаға жаңа айтып өтейінші дегенім. Себебі мына жерде бір рет естеріңізде болса, Аделя Таразға кеткен болатын, бір екі күн сол кезде Ернардың жанын айналшықтап шықпай қалғанын көрдім да, байқадым Айдананы. Содан кейін айтып жатырмын да, ойлап жатыр да андайды. Сол кезде ойлап қалды бұл, вниманияны қайттан қайтарып алам ба деп, бірақ қайтарып аламады да, содан кейін айтып жатсың, пікір айту керек екен деп, айта беруім деп. Сосын жаңа мынан екеуіне мен не үшін сенімдімін? Себебі Аделя жаңа айтып өтті ғой. Мен кететін болса, үміткер болып келуі қажет емес, мен де шығам деді. Ол не үшін айтты? Өйткені бір-біріне деген сенімі, сезімі басым болғаннан кейін айтып отыр да. Лаура. Балсахан, мен мына жерде ойлаймын да, негізі Ернар проблемасы үшін Ханзадаға қатыспады ғой. Бір не деген сонша үлкен проблема деймін да, ол негізі шынымен ғой, сен солай Ханзадаға қатыспаймын деп айтып жатсың проблемаңды, значит сен Балсахан, осы жерде айта кетейінші.
Балауса ханым. Басқа нәрсе ойлап отырғансыз ғой, аяулым. Бір сөйлей алмай кеттім ғой. Енді білмеймін, Балауса ханым барлығы айтып жатыр ғой, гармоничный сондай бір отношение деп. Расымен де гармоничный отношение, бірақ Балауса ханым, біз білеміз ғой, Аделя осы сезон басталған кезде қандай яркая, әдемі, сондай бір жарқырап жүретін қыз еді. Қазір наоборот ер адамның ығына жығылып, өз-өзін жоғалтып алған сияқты. Және де бұл отношенияда бір андай драйв жоқ, бір қызық жоқ, жай ғана бір осындай марқымен, сарынмен кетіп бара жатқан сияқты. Енді білмеймін, енді аяулым ханым деппін ғой, уже аяулым сөйлесе мен кім екен ұмытып қаламын. Аяулым негізі мынандай ғой, енді мен яркая, күшті болып жүрсем, мен ойлаймын, осылай киініпті яркая болып жүрмін. Сен секілді бір халықтың алдында фигурамды көрсетіп, ойбай қараңдар деп отырып алып, Ернар, сен аузын жап, сен осындайсың деп отыру керекпін ба? Сол сен үшін яркая ма сонда? Аделя, жоқ фигураның несін көрсетесің? Айтшы маған, жоқ фигураның несін көрсететін зат болса көрсетуге стоящий. Мен сен секілді бүкіл халықтың алдына мақтанып, ер азаматым, кейін мен болашақ күйеуім көру керек нәрсені мен сен секілді көрсетпеймін, аяулым. Жоқ фигура дейсің, адамның дене бітімін мен сен секілді етіп айта алмайтын едім. Себебі қаншама модельный агентстволардың барлығы осындай фигурамен, осындай дене бітіммен қыздарды алып жатады. Неге сен секілді қыздарды алмайды мысалы? Сен өзіңнің бөлшек денеңмен өзіңді мақтанып ба сонда? Жақсы. Аделя, бірінші білмеймін, сен ана воображениені дұрыстап аласың ба? Енді білмеймін, қатты шамына тиіп кетті ма, сонша басылып қалғаның. Менің ойымша жай ғана Ернардың удобная кукласы болып жүрсің, солай Ернардың ойыншығы болып жүре бер. Сен ойыншық дейтіндей, қаяқтан көрдің ойыншықты? Может, сен ойыншық болып жүрген шығарсың, әркімнің қолына түсіп. Мен бір адаммен өзім отырмын, соңына дейін отырамын да. Сен секілді мен отырған жоқ, мына жерде істеп жатқан дымым жоқ, жатқан дымым жоқ, сондықтан аузың жауып сөйле. Қараша көреміз қай уақытқа дейін баратындарында, осы отношенияны уақыт көрсетіп ойлаймын өз басым. Өзің көрсетіп алсын. Жақсы қыздар, жетті, рахмет. Балсаған, мен таңғалам, осы екеуі ұрысып жатса бір ше, келісіп алғандай ұрсасыңдар ма, бір шынайы ұрысты көрмейміз да бір. Екеуі сыртта дайындалып келіп ұрса ма, бағаналы бер аяулым. Микрофон беріңдерші, мен сөйлеуім керек деп асығып отыр. Айтқаны осы ма деймін да. Екеуің кішкене бір ұйқастырып ұрсаңдаршы, болмаса күліп тұрмай ұрысшы хотя бы. Қараса енді мен қалай күлмеймін, маған бір сайқымазақ сөйлеп отқандай болады да. Мен қалай күлмеймін, күлкім келеді, аяулым сөйлесе, понимаешь? Аделя, сайқымазақты айнадан көресің, хорошо? За своим языком следи, поняла? Қыздар, жақсы, рахмет. Жеткілікті, Гаухар ханым. Балауса ханым, осы Аделя мен аяулымға таңғалам да, сыртта екеуі құрбы ғой, осы эфирде ұрысады екеуі. Мен соған таңғалам. Анандай сөздерден кейін бір-бірін көрмеймін, мысалы көрмей кететін едім ана, ондай құрбым болса деймін да. Осы тұста Аделяға сұрақ қойғым келіп тұр, жаңа сен айтып жатсың ғой, Ернармен бірге кетем деп. Аделя, сен жассың ғой, пока оң солды білмейсің. Жігіт үшін ешқашанда құрбан болма. Ешқашанда. Карьераңды болса да, өміріңді болса да, ешқашанда оның артынан кетуші болма. Осында қалды, осында отыр. Гаухар ханым, енді мынандай ғой, аял мен сыртта құрбы деп жатсыз да. Құрбы болып қатты бір нәрсе істеп жатырық па? Барлығымыз қатысушылар отырмыз, бет көрсеміз, сәлемдесеміз болды. Одан алып бар жатқан, ойбай жаным күнім деп жатқан жоқпыз. Мен білмеймін де, аяулым мен ортаға шыққанда бір сөйлегісі келіп отырады ғой, алдынан бері тиісіп кетеді. Мен де енді жауапсыз қалмаймын ғой, түсінесіз ба? Енді айтып жатсыз да, жігіт үшін құрбан болма, артынан кетпе депші. Мен ойлаймын, бір құрбандықпен ойбай өлем, сүйем, күйем деп не істеп жатқан жоқпыз ғой, жай ғана мен айттым. Бұл кісі кетіп қалса, сыртқа шығып кетіп қалса, мен отыра алмайтын секілдімін. Мен жаным бір тынышталмайтын сияқты. Себебі менің қазіргі сезімдерім шынайы. Мен бұл кісіні қасымда көргім келеді, осы кісімен бірге жүргім келеді. Сондықтан да мен де шығып кетуім мүмкін, егер де осы кісі шықса. Яғни бірақ ол кетем деген сөз емес. Жақсы, Ғалымжан. Жассың деп жатырмын да, оң солды білмейсің сен, әлі өмір алда ғой. Ертең күн далаға шыққан кезде оның мүмкін сезімдері өзгеріп кетеді, мүмкін сенікі өзгеріп кетеді деген сияқты. Сол үшін ол жобадан кетіп керек емес деп ойлаймын мен. Негізі мен бағаналы бір қарап отырмын, Шерханның пікіріне, жаңағы Айжанның пікіріне сол жерде қалып кеттім да. Шерхан айтады, Аделяның сезімі жоқ сияқты дейді. Жоқ, сезімі шынай деп айта аламын. Өйткені алдыңғы 2 апта алдын ұрысқан кезде Аделяның жылағаны білем да, Ернарды іздеп деген сияқты ғой. Сол кезде Ернар екеуміз бірге отқанымыз, иә. Сол кезде Ернар екеуі сөйлесті, мен сол кезде көрдім бұл сезімі шынай екенін. Ал Айжанның пікіріне келетін болсам, ер азамат жаңағы өзіне ол ер азамат болғаннан кейін ол үйдің ответственность болады. Ол нәрсе мен өзім білем, басына өткен үйді уайымдайды. Ал қыз баланың несі задачасы басқа дегендей ғой. Ол кішкене еркін жүре алады. Ал ер адам болғаннан кейін ол үйдің ответственность всегда үйді ойлап тұрады дегендей ғой. Оның ойы шашыраңқайды, иә. Сол айтқым келгені. Ернар всегда өзінің отбасында и Аделяға да көңіл бөлуге тырысып жүр.
Жақсы, соңғы пікір болсын Шағырке. Балауса ханым, енді мына жерде отырған адамдарды негізі мен түсінбеймін. Ернардың аузынан бір үміткер болып келсем ба деген сөз шықты да, содан кейін бәрі үміткер болып шығу керек деген сияқты. Неге екеулеріне осы жерде отырмасқа? Мен ойлаймын, керісінше Ернар осы жерде отырып бір Аделямен бүкіл айтып жатсың ғой, бір проблемалар бар деген сияқты. Сол нәрсені ұмытып жүрген сияқтысың деп ойлаймын, Аделямен алданып ше. Және де Аделя сенің қолдауың, қорғаушың деген сияқты ғой. Сені түсінеді. Және де Ернар негізі жауапкершілігі мол ер азаматтардың бірі. Ол ешқашанда андай кішкентай ұсақ-түйек проблемаға ой менде проблема деп айтпайтын ер азаматтардың бірі да. Если отбасы деп жатса, значит үлкен жағдай болып жатыр. Осы жерде наоборот Ернарды қолдап, осы жерде бол, ортамызда әрқашанда. Және де Аделя мен осы жерде наоборот үйленіп кетіңдер деп айтқым келеді. Сынбаңдар. Жақсы. Енді Ернар, сізді біз әрине түсініп отырмыз. Отбасы бірінші орында, оның үстіне жаңа Ғалымжан дұрыс айтып кетті, ер азамат пен қыз баланың отбасыдағы рөлі басқаша. Бәрібірде қыз баласы ондай жауапты болып саналмайды. Енді әр отбасында әртүрлі болуы мүмкін, бірақ дегенмен де сіздің жауапкершілігіңізді түсініп тұрмыз. Бірақ нақты мәселеге оралсақ, жұптық арақатынас не болады? Енді араларыңызда нақтылап сөйлесілмегенмен де жаңағы мәселеге байланысты бір ойларыңыз бар ма? Таныстық жалғаса ма? Ары қарай не болады? Иә, Балшаған, мен бағанағы проблема деп айтып жатыр ғой, ол негізі кішігірім асын түрте кеткен мәселе болады кеше. Мен оны қатты бір, мені аяңыздаршы деген нәрсе емес, мен өмірімде жек көремін оны. Сіз себебін айттыңыз. Иә, себебін айттым. Мен ол намыстан өзімді жеп қоямын да, сондықтан менде барлығы керемет. Аллаға шүкір, оның барлығы шешіледі. Ер азаматпыз ғой, оның барлығын көтерем, өтеді. Бір-екі күндік мәселе. Ертең күліп еске алатын сәттер просто Балшаған. Ол қатты бір проблема деген сияқты нәрсе емес. Просто бір себеп салдарын айтып кеткен болатын. Ал жұптық арақатынасқа келетін болсақ, Балшаған, әрине мен тараптан сезімдер шынайы, жұптық арақатынас жалғасады, алдағы уақытта да басқа нәрселерді ұйымдастырып, басқа нәрселерді ойлап, бұл именно арақатынасқа кішкене мен өзімнің тарапынан 100%-тің 99%-ін именно 1% жетеді негізі. Мысалға 9 қадам жасап отырсам, бір 2-3 қадам келесіса болды. Ер азаматтың көбірек қолында деп ойлаймын, сондықтан соның барлығына мен дайынмын, жасаймын. Сол біздің арам, мен өз тарапынан сезімдерім шынайы, жұптық арақатынас мен тараптан әрине жалғасады. Жақсы, Аделя? Иә, Балауса ханым, негізі көбісі айтып жатады ғой енді. Мен ойлаймын, пікір ол жай ғана пікір. Біздің сезімдерімізге бір күмән келтіретіндей сөздер болмасыншы, және де сезімдерімізге ол бір қаяу салмасыншы деген келеді. Және де бізде таныстық жалғасады. Алдағы уақытта да керемет бір романтикалық кездесулер күтіңіз деп айтқым келеді. Жақсы. Жайғасыңыздар. Жайғаса қойыңыздар. Енді құрметті көрермен, эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Және де жалғастыру үшін ортаға Нұрдәулет пен Жанеркені шақырамыз. Келіңіздер. Қалайсыздар? Қайырлы кеш баршаларыңызға. Енді ханзадалық өте күшті өтіп отыр Балауса ханым. Келем, жігіттердің сайысын көріп тамашалап бір әдемі чувство болып жатыр да енді. Енді осы жерде бір ханзада шығады, енді келесі жылы келіп өстіп сайыстарын көріп тамашалап отырады деген ниеттеміз. Негізі кім болса да бір лайықты адам болсын енді. Ханзадалықты алып алғаннан кейін рахаттанып жігіттердің өнеріне қарап отыру деген рахат қой. Балауса ханым, бір чай жетпей тұр да, жоғары жақсы бір чай ішіп отырып көретінші. Енді Жанерке бар жаныңызда. Оның өзі бір аз жетістік емес. Қазір енді сіздердің қарым-қатынастарыңыз қалай болып жатыр, және сіздердің кездесулеріңіз қалай болып жатыр? Барлығы керемет Балауса ханым. Фото-видеоларыңыз бар ма? Бар, әрине. Жақсы, көріп алайық.
Иә, Балауса ханым, таныстық өте керемет өтіп жатыр. Барлық жаққа барып жатырық, эмоцияларымызды көріп жатырмыз. Енді біріміз жақсы танып келе жатырық. Қыз кішкене бір андай удамандылығы бар екен. Бірақ жақсы нәрсеге андай ойыншықтарды жақсы көреді екен. Аппараттар болушы еді ғой, сояқтан бір кірсе соны алмай қоймайды екен да, алған бетінен ше. Енді айтып отырмын, ертең сен мисқа қатыссаң сен қоймайын деп тұрсың деп ше. Азарт бар екен дейсіз. Азарт бар екен. Бұл мисқа уже дайындықты бастап кеткен. Бұл қыз уже кәдімгідей қарқынды дайындық үстінде. Нандай қойсам қалай деп екеуміз ақылдасып, мен идеямен бөлісіп, өте күшті болып жатыр. Жоқ, Балауса ханым бағана сыртта Женерке айтып кеткен, мен мисқа қатыса алмаймын ау, қатыссам да ұтылып қалатын сияқтымын. Сосын мен айттым, мен перизатпен финалда қалатын сияқтымын деп айттым. Негізі, Жанерке уже сыртта отказ берген, Нұрдәулет, сен болмай қалдың. Ол сөйтеді ғой сендерге ше, ертең банк етіп шоу көрсеткен кезде, мынау қатыспаймын деп еді ғой деп шығасыңдар сол кезде. Бірақ мен ойлап тұрмын, перизатпен финалда қалатын сияқтымын деп сезіп тұрмын, неге ше? Енді оған дейін біраз бар, қыздар қатысатын, қатыспайды деген. Кім жоқ, может күйеуге тиіп кететін шығарсың деген сияқты ғой. Бәрі мүмкін. Иә, енді бізде барлығы жақсы. Енді мен негізі қатысушы болып келгелі бері өзімді дұрыс таныстырмадым деп айтайын. Менде возможность болған жоқ. Аяндар сияқты, Саида сияқты келіп отырып өзімді таныстыруға, мен негізі бүгін көп қыз, сен сондайсың ба деп мені қатысушылар енді танып жатыр екен. Енді мен оның алда айттым ғой, менде айтарлықтай бір отношение болған жоқ деп. Себебі мен қатты жұмыс істеп қалған қыз болатынмын да, студент кезімнен бастап. Сабақтан шығам, сабақтан шығып барып модель болам, одан кейін барып СММ болам, одан шыққаннан кейін барып суреттен сабақ беретінмін кішкентай балаларға. Сосын балетке қатысқам деп едім, қыздар деген, сен балеринасың ба деп барлығы мені енді танып жатыр. Сол үшін де менде ондай бір отношение болмағаннан кейін мен өзімді жалпы дұрыс танымаппын. Бірақ қазір Нұрдәулеттің қасында жүргеннен кейін мен өзімді жаңа жақтан танып жатырмын. Мен негізі семьяда ортаншы баламда, тот самый средний ребенок деп айтады ғой, мен эгоисткам, өзімнен басқа ешкімді ойламайтын, тек өзім мен деп қалатын адамын. Бірақ Нұрдәулетке келген кезде бір оказывается, Нұрдәулетті көп уайымдап, көп ойлап тұрады екен. Сол жағынан өзім байқадым да, өзім таңғалдым. Неужели мен өзімнен басқа бір адамды ойлай алады екен ғой деп. Ақыры бір-бірлеріңізге деген сезімдеріңіз күшейіп келе жатқан болып тұр. Нұрдәулеттің қамқорлығын көріп, сізде жауап ретінде қайтарғыңыз келетін болып тұр. Иә, сондай болып жатыр. Енді Нұрдәулет екеумізде негізі барлығы жақсы. Бұл кісіде күнде енді эфирда біргеміз ғой. Бірақ енді бір күн болсын мені үйіме дейін шығарып салмай қалса, мен саған көңіл бөлмей кеттім деп уайымдап сөйтіп кететкен да, сол жер маған қатты ұнады. Видеода ондай біз күнде енді түсіре бермейміз, бірақ енді күнде кездесу сондайлар болып жатыр. Жалпы күніге бір-бірімізді жақсы жағынан танып жатырмыз. Иә, Балауса ханым жаңа өзі айта кеткенде, тура өзім сияқты бір жан-жақты екен, еңбекқор қыз екен да. Енді екеумізде еңбекқорымыз ертең барлығы жақсы болып кетіп жатса, бір байып кететін сияқты болып тұрмыз енді. Өте күшті. Енді Балауса ханым осы соңғы кездері шынымен де андай көп көңіл бөле алмай жүрмін. Өйткені осы айдың соңында менде кәдімгідей үлкен аренада жекпе-жегім өтеді, бұйыртса дебютым. Керемет. Көрші мемлекеттегі бір танымал бір боецпен шығатын болам. Бұйыртса, барлықтарыңыз сояқта күтем, келіп қолдауларыңызды білдіріп. Тілейміз. Енді сол кішкене напряженный болып, соған дайындықты қазір күшейтіп жатырмыз, таңертең және кешке қылып. Енді жаңа форматта менікі негізі кулачка и бокс болатын только. Енді сөзіңізді бөлейін, себебі уақыт бөле алмай жатырмын дегеніңіз бар. Арақатынас жағы қалай болады екен. Және әрине біз жеңіс тілейміз, қолдаймыз, барлығын айтып берерсіз. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз.